Елдің тарихы мен мәдениетін кеңінен насихаттау. Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі Нұр Отан партиясымен және Қазақстан халқы ассамблеясымен бірлесе отырып ауқымды жобаларды іске қоспақ. Рухани жаңғыру бағдарламасы мен елбасының 5 әлеуметтік бастамасына орай арнайы зерттеулер жүргізіледі. Бұл туралы ассамблеяның 24-ші сессиясында көтерілген президент тапсырмаларын жүзеге асыру жайы талқыланған жиында айтылды. Бас қосуға Қазақстан халқы ассамблеясы өкілдері мен Нұр Отан партиясының хатшысы Фархат Қуанғанов қатысты. Дін істері және азаматтық қоғам министрі маңызды міндеттерді жүзеге асыруда күш біріктіре әрекет ету қажеттігін алға тартты. Жастар ұйымдары мен аймақтарда шет қалмауы тиіс. Осы рухани жаңғыру бағдарламасына байланысты қазақтану мәселелері, сондықтан көптеген рухани жаңғырудың әсіресе сакралдық проектларға байланысты 5 бастама, әлеуметтік бастама халыққа қай тұрғыда жетті. Билік пен халықтың ортасындағы бір ұстамаларды сосы біздің министрліктің өзінің құзыретінде, сол жағынан біз жұмыстарды атқаруға дайынбыз.